Орманның оянуы. Сен ағаштардың арасындағы татулықты білесің бе? Түсінбедім. Орман ағаштары бір-біріне бауырмал болып келеді. Оны қалай байқауға болады? Мен оны өз көзіммен көргем. Ата екеуміздің арамыздағы жауаптасу осылай басталып кетіп еді. Баяғыда, деді атай сөз бастап. Менің жас күнімде болған бір қызық жайт әлі есімнен кетпейді. Бір жолы есік алдына жаңадан қора салатын болдық. Әкей үй жанында жатқан ескі құсқы ағаштармен бітіре салмақшы еді. Мен оған көнбедім. Орманға барып, жаңа ағаш кесіп әкелем дедім. Обал болады ғой құлыным, деді әкем. Қора үшін осы үйдегілер де жарап жатыр. Жоқ, мен барып келем. Сөйттім де балтаны өткірлеп, бір досымды ертіп, ауылдан алыстау орманға кеттік. Әрине, орман ішінде не көп, ағаш көп. Жуаны керек пе, жіңішкесі керек пе, бәрі бар. Тек таңда да кесіп ала бер. Досым айтты. Осы шетінен алайық та қайтайық, деді. Жоқ, ортасында түзулері көп болады, соларды кесейік, дедім мен. Қысқасы, не керек? Орман ішіне кіріп кетіп, әр ағашқа балта ұрып аралап жүрміз. Біреуінің ұзындығы ұнамайды, екіншісінің жуандығы келіңкіремейді. Әзер дегенде түп-түзу өсіп тұрған қайың ағашын таңдап, соны қырқуға кірістік. Екеуміз екі ағашқа балта ұра бастадық. Кенет орман ішінде жел көтерілгендей болды. Айнала суылдап, ысқырып, алай-дүлей бола бастады. Мен қорқайын дедім. Қайтсақ қайтеді, а? Деп, досым үрейлене сөйледі. Мен алған бетімнен қайтпадым. Ағашты құлаштай ұрып, кесіп жатырмын. Бір кезде, айналадағы ағаштардың бұтақтары төмен салбырап, бетімнен сабалай бастады. Бұнысы несі, деп ойлап қоям ішімнен. Ағаштар да өстуші ме еді? Сәлден соң айналамыздағы бүкіл ағаш қозғалып, теңселіп кетті. Біздің үстімізге құлап кетердей боп тербеле бастағанын байқадым. Енді өзімде қорқа бастадым. Шынымен ақ мына долы желден айналадағы ағаштар сынып кетіп, басымызға құласа, осы жерде сеспей қатып қалармыз әлі. Сен өзің біл, мен кеттім, деп досым құрал сайманын жинастыра бастады. Бұл кезде орман іші алай-дүлей күйге ұласып кетіп еді. Алды-артымызға қарамай, тезірек жазыққа шығуға асықтық. Ең қызығы, біз жазық жерге шыққанда жел уілін естімедік. Айнала тып-тыныш, түк болмағандай. Ауылға оралғанда осы оқиғаны әкеге айтып беріп ем. Ол кісі, орман оянып кеткен ғой, деді. Оны қалай түсінеміз? Қарағым, орманда тіршілік иесі. Олар оянса, өте қиын жағдай болады. Қайта аман-есен шығып кеткен екенсіңдер. Әйтпесе, тірі оралуларың да қиын болып қалуы әбден мүмкін еді. Міне, деді атай күлімсіреп. Мен осылайша орманның ашуына қала жаздағанмын. Содан бері қарай орманға барып, ағаш қырқып көрген емеспін.